Тауық еті мен саңырауқұлақ қосылған салангани рецепті. Әзірлеу үшін бізге қажет: салангани қаптамасы, 18 дана өнім, 500 грамм тауық сүбесі, 500 грамм саңырауқұлақ шампиньон, 200 грамм ірімшік, 200 грамм қаймақ, 100 грамм қызанақ езіндісі, 5 ас қасық өсімдік майы, 1 бума ас көк, тұз бен бұрыш дәміне қарай. Салманы әзірлеу үшін біз тауық еті фаршына 500 грамм ұсақтап туралған, қуырылған саңырауқұлақты, үгітілген ірімшікті, ас көкті қосып, тұз бен бұрыш себеміз. Сонан соң барлығын мұқият араластырамыз. Фарштау алдында макарон орамдарын бір-бірінен жай ғана ажыратып, өнімді тығыз толтыруды жалғастырамыз. Нәтижесінде тығыз толтырылған салма өнімнің биіктігін ұлғайтып, ұстап тұрады. Биік таба ыдысқа өсімдік майына қаймақ пен қызанақ езіндісін саламыз. Үстіне саланганиді тігінен және бір-біріне тығыздап орналастырамыз. Жоғарғы деңгейіне дейін ұқыппен қайнаған су құямыз. Тұз себеміз. Қайнаған сәттен бастап бәсең отта қақпағын жауып 15 минут пісіреміз. Саланганиді абайлап, төменгі жағынан демей отырып, ыдысқа салыңыз. Тағамды ыстық күйінде балғын көкөністермен әсемдеп ұсыныңыз. Ас дәмді болсын.